Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен мясной манты жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі 500 грамм ұн, бір жұмыртқа және де 250 мг суымызға тұзымызды салып, жарты қасық ас қасықпен нанымызды илеп аламыз. Нанымызды өте қатты емес, өте жұмсақ емес, орташа көлемде нан илеп алатын боламыз. Алдын ала нанымызды илеп дайындап аламыз. Менің видеом ұнаса, маған лайк басып келіп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда мантының басқа да түрлері бар. Міне нанымыз дайын болды. Енді бұны демалтуға жібереміз. Бұл демалып жатқан кезде біз фаршымыз дайындайтын боламыз. Міне фаршымыз. Оған сиырдың майын дайындадым. Міне пиязымыз 700 грамм. Міне фаршымыз 700 грамм. Пиязымыз 700 грамм болды. Құйрық май болмаса, сиырдың майы. Менде 200 граммдай май. Енді пиязымызды сақтап, 4-1 етіп турап шығамыз. Менің каналыма кірсеңіздер, басқа да мантының түрлері бар. Асқабақпен жасалған мантының түрі бар. Және де таджикский мантының түрі бар. Қалай түйілу керек екен жолдары бар. Бүгін сізге мясной мантының өріп түйетін түрін көрсететін боламын. Барлық пияздарымызды осылай 4-1 турап шығамыз. Мінекей, дайын болған пиязымызды фаршымызға қосып, оның үстіне дайындап турап алған майымызды қосатын боламыз. Енді оның үстіне осындай домалақ горошок боршымыздан 1 шай қасықтың көлемінде қосатын боламыз. Оны алдын ала бүйтіп үсті осылай үгітіп аламыз. Бұл бұрыштың ерекшелігі мантыға өте керемет дәм береді. Иісі де керемет болады. Міне, мен әр манты жасаған сайын осылай қосып аламын. Және де қара бұрышты да 1 шай қасық қосып алатын боламын. 1 шай қасық қызыл бұрыш қосып алатын боламын. Міне екен қосып алдық. Енді керегі бізге қара бұрыштың ұнтағы. Кәдімгі өзіміздің ұнтақ қара бұрыштан алып, шай қасықпен 1 шай қасық қосып алатын боламыз. Көлеміне қарайсыздар, егер көбірек көлемде болса, онда көбірек қара бұрыш қоссаңыздар болады. Негізі қара бұрышты көбірек қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Мен видеода 1 қасық қосып көрсеттім, негізі 2 қасық қостым. Дағдарынан 1 қасық қосып жібердім. Енді тұзымыз жарты ас қасық тұз, болмаса сіздер дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады. Фарштарыңыз көп болса көбірек. Сосын су майды мен көз мөлшермен қоса салдым. Негізі бұны 40 мг су май қосамыз. Оның үстіне суды да 40 мг майдың мөлшерінде етіп қосып аламыз. Бұл су қосудың себебі мантымыз өте сочный болып шығатын болады. Өстіп көп рет қысып араластырып шығамыз. Әбденірек араластырамыз. Өйткені дәмдеуіштеріміз, тұзымыз бәрі фаршымызға сіңіп дәмді болып шығу үшін. Осы кезде қара бұрыштың дәмі кереметтей хош иісті шығып тұр. Иісті мұрынды жарады. Міне әбденірек араластырып алдық. Сіңгенше тұзы майы. Ендігі бізге осылай 2 рет басып тұндырып қойған эластичный нанымызды жаюға кірісетін боламыз.
нанымызды 2 рет илеп 2 рет демалтуға жіберіп тындырып алдым арасында. Оны видеоға түспей қалды біреуі. Нанымызды жайып аламыз. Видео пайдалы болды деген үміттемін сіздерге. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне, енді біз нанымызды жақсылап жайып алатын боламыз. Нанымыз өте қалың болмау керек. Өте жұқада болып кетпеу керек. Орташа көлемде қамырымызды жайып аламыз. Міне, жайып болған қамырымызды осы видеода көрсеткендей етіп жинап алып кесіп шығамыз. Кескенде өте қатты төртбұрышты етпей, кішкене сопақшалау етіп кесіп аламыз. Міне осылай. Міне кескенде қарап отырыңыздар. Міне осылай. Кішкене сопақшалау, өте қатты төртбұрышты болмау керек. Міне осылай сопақшалау етіп, ұзыншалау етіп кесіп шығамыз. Міне осы кесіп алған нанымызды енді алып, ішіне фаршымызды салып түйетін боламыз. Міне сопақшалау етіп кесілген нанымызға фаршымызды осылай салып алып, көлденең жағынан, тігінен емес, көлденең жағынан алып, осылай әдемілеп, 2 саусағымыздың көмегімен қысып, 1 саусағымыздың көмегімен осылай ұстап тұрып, өріп шығатын боламыз, өріп түйіп. Міне осылай домалақ болып шығады. Сопақ болып кесілгенмен түйген кезде домалақ болып шығады. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай. Мінекей, тағы біреуін алдық. Көрсетіп жіберем. Көлденеңнен тұрған жерінен алып, осылай саусағымыздың көмегімен тағы да түйіп шығатын боламыз. Ақырындап өріп. Міне осылай әдемі болып шығады. Анығырақ түсінікті болу үшін бұрын түйіп көрмегендерге тағы да 1-2-ін көрсетіп жіберейін. Мінекей осылай түйіп шығамыз. Алла манта баркымды майлап қойдым. Сосын барлығын түйіп алғаннан кейін манта баркымызға салып 40 минут көлемінде пісіретін боламыз. Мінекей домалақ болып шықты. Сопақ кесілген нанымыздан домалақ манты шықты. Мінекей. Домалақтап жайып алып жасасаңыздар болады. Мен бірақ уақыттың тығыздығына байланысты осылай сопақша етіп кесіп түйуге тырыстым. Тағы соңғысын бір рет көрсетіп жіберейін. Мінекей көлденеңінен аламыз. Қайтадан тағы да түйіп шығатын боламыз. Осылай түйіп аламыз. Мантымызды қайнап тұрған суымызда манта баркамызға майлап тізіп салып 40 минуттың көлемінде, 40 минуттан асырмай пісіріп алатын боламыз. Міне мантымыз дайын болды. Барлығын түйіп біттік. Мінекей. Мантымызды 40 минут қойып пісіріп алдық. Міне осылай үстіне көк пияз қосып ұсындым. Ас болсын. Сіздерде